Сәлем достар, біз бүгін кәріс сорпасы мекук дайындаймыз. Бұл жегеніміз, шынымды айтсам, өте керемет, дәмді және өте тез дайын болатын рецепттердің бірі, сорпалардың бірі, және де бұл өте пайдалы. Бұны кәрістер өздерінің туған күнінде таңертең ішеді. Яғни біздің туған күніміз таңертең тәтті жеуден, тәттімен шай ішуден басталса, бұл кісілердікі мекук сорпасын ішуден басталады. Біз бұған ет қосамыз рецептке, теміз балдырын қосамыз, картоп, чеснок, соевый соус, күнжіт майы және сұйық майды қосамыз. Осылардың барлығын қосу арқылы сорпамызды дайындаймыз. Өте тез дайын болады. Біріншіден етіміз бен чесногымызды алып, сақтап турап, етімізді ұзын шағылдып турап болады. Өте тез дайын болады сол кезде. Сақтап турап, жақсылап қуырып аламыз, бір 5-10 минут жетеді. Содан соң осының үстіне күнжіт майын қосамыз. Күнжіт майы бұл сорпаға өте бір ерекше дәм береді. Осыдан соң теңіз балдырын қосамыз. Теңіз балдырын алдын ала бір 10-15 минут бұрын, сорпаны бастамастан бұрын ыстық суға жақсылап бұқтырып алуымыз керек. Ол кішкене жұмсарады. Енді осының барлығын қосып, жақсылап қуырамыз бір 5 минут. Енді тағы бір айта кететін жайт, мен картоп қосамын. Сіздер мені сөкпеңіздер, мен картопты өзім қосамын. Өйткені кәріс рецептінде картопты ешкім қоспайды. Мен мұны тек қазақтар үшін істеймін, өзіме өте дәмді картоппен істеген. Сондықтан картопты қоспасаңыздар да, қоссаңыздар да болады. Осының үстіне қайнаған су қосып, кішкене қайнатып аламыз. Қайнаған соң, енді осының үстіне соевый соусымызды құямыз. Және қақпағын жауып, тағы да кішкене қайнатамыз. Көрдіңіздер ма, өте тез дайын болады. Міне осыдан соң 1-2-3 минуттан кейін біздің сорпамыз дайын болды. Бұл өте дәмді. Иісінің өзі керемет, өте дәмді және өте пайдалы. Істеп көрсіздер, менің балаларыма ұнайды бұл рецепт. Асыңыз дәмді болсын.